Қайырлы күн, құрметті ассамблея подкастының көрермендері. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы осы волонтерлық жолында еңбегі сіңген, республикалық деңгейде атағы бар өзіміздің Ақбөбек Тәттібекқызы ханымыз келіп отыр. Өзіңіз туралы айта өтсеңіз. Қайырлы күн, Әділет, үлкен рахмет шақыртуларыңыз үшін. 5 желтоқсан дүниежүзілік волонтерлардың мерекесі екені бәрімізге айдан анық. Осы жылдар бойы қаншама өңірімізде волонтерларымыз белсенділік танытып, өздерінің жұмыстарын көрсетіп келеді. Осы орайда мен де осы салаға келместен бұрын волонтер болған болатынмын. Өзімді таныстырып өтсем, есімім Ақбөбек Тәттібекқызы. Атырау облысында Балықшы селосына дүниеге келгенмін. Оның ішінде Қызылбалық деген ауылында өмір сүремін әлі күнге дейін. Сіздің осы еріктілік жолына келуіңізге не себеп болды? Қазіргі таңда енді волонтерлыққа келуіме себеп болған бірден бір себеп. Мен осы азаматтық орталық мемлекеттік мекемесінде жұмыс жасап жүрген кезімде Арман деген жігітпен танысып, оның жаңа өзіндік медицина саласында волонтерлық қызмет атқарып жүргенін білген болатынмын. Сол жігіттің жұмыстарына қызығушылық танытып, медицинада волонтер болып бастағанмын. Сіз осы еріктілікпен неше жасыңыздан, қай жылдардан бастап айналысасыз? 2019 жылдан бастап Атырау өңірінде 2020-2021 жылдар аралығында белсенді түрде волонтерлік қызметті атқардым. Оның енді өзім үшін оң жағы көп болды деп айта аламын. Өйткені волонтерлік ол қоғамда тек қана бір жақсылықты жасау емес, сонымен қатар өзіңе бір жақсы игі істерді атқаратын жандарды ортаны таба білу деп айта аламын. Соның ішінде Атырау өңірінде жалпы дүниежүзілік коронавирус кезең басталған кезде Атырау өңірі Атырау волонтерлар штабын құрып, белсенді түрде 1000-ға жуық волонтерларды дамытып шығарған болатын. Кейін бұл волонтерлік топ өзіндік жұмыстарын атқарып, әр бағыттар бойынша қызмет атқарған болатын. Соның ішінде мен медициналық волонтерлықта жүріп, Атырау облысының жастар саясат мәселелері басқармасымен бірлесе отырып, медицина саласындағы бағытты дамыту үшін жұмыстар атқардым. Оның ішінде Атырау медицина колледжінің студенттермен бірлесе жүріп, 7 аудан, қала тұрғысында үлкен жұмыстарды атқардық. Ол жерде біздер волонтерлармен бірлесе жүріп, науқастарға көмек көрсету үшін, және де осы медицина саласында оқып жатқан студенттердің болашақта қандай адамдармен жұмыс жасайтын, қандай қоғамда болу керек, олар тек қана медициналық білімді ғана біліп қажет емес, оның ар жағында халықпен сөйлесе білуді, жақсылық жасаудың қандай жұмыс болатындығын көруді, қоғамда өзін-өзі қалыптастыруды үйренсін деген ниетте жұмыстарды атқарған болатынбыз. Біз біле білсек, сіз еріктіліктің медициналық бағытында жұмыс жасадыңыз, сол туралы бір ауыз сөз қозғасақ. Мен үшін енді ең бірінші басында волонтерлық тек қана қайырымдылық жасау деп шектелетін болған. Медицинада волонтер болуға болатындығын мен сол заманда білгенмін. Енді коронавирус мен үшін үлкен мектеп болды деп айтсам болады. Ол жерде біз тек қана қайырымды жандар, игі істердің жандарын емес, сонымен қатар медицинада да сен науқас адамдарға, өзіңнің жаныңда саған мұқтаж болып тұрған жандарға да көмектесуге болатындығын түсінген болатынбыз. Ол жерде енді мен медициналық білімді қажет етпейтін жұмыстарды атқардым. Жедел жәрдеммен күні-түні қызметтерге барып, соның ішінде арнайы шақыртуларға да барып, өзіме үйренген, түйген нәрсем көп болды. Одан кейін осы Атырау өңіріне белгілі Арман деген жігіт айтып өткен болатын жаңа. Сол жігіттермен қатарласа жүріп, Атырау өңірінде медицина топты құрдық. Оның ішінде 400-ге жақын медицина саласындағы волонтерлар дайындаған болатынбыз. Енді олар тек қана жаңа айтып өткен бірден медицина маманы болып шыққан жоқ, олар медицина саласында науқасқа дейінгі, жедел жәрдем келгенге дейінгі қызметті көрсету жұмыстарын үйренген болатын. Ақбөбек ханым, сіз айтып жатсыз, еріктілік тек қайырымдылық жасау ғана емес деп. Жалпы осы ерікті болу үшін адамның бойында болуы керек 5 критерийді атап өтсеңіз. Волонтерлік ол батырлықты қажет ететін жұмыс, өйткені оған кез келген адамның жүрегі бата бермейді деп ойлаймын. Себебі сен әртүрлі салада, әртүрлі деңгейдегі адамдармен жолығасың. Ол жерде бір жағдайы жақсы отбасына кіріп те шығуы мүмкін. Кейбір жағдайда өте төмен деп айтпайын, төмен дегенде бұл отбасылық материалдық жақтан емес, денсаулығының жетіспеушілігінен өте өмірге бір мұқтаж жандарды кездестіруі мүмкін. Сондықтан ол жерде енді бірінші батырлық, жүректе мейірім болу керек, және қоғамда өзін сөйлескен кезде адамдарды тең деңгейде көре алатындай бір адамгершілік қасиеті болу керек деп есептеймін, білімді болу қажет. Сонымен қатар ең соңғы қасиет, енді жақсылықты бергенде ар жағында мен бір нәрсені аламын деген ниетте емес, менің жақсылығым есепсіз, санаусыз деген ниетте кең жүректі болуы керек деп есептеймін. Енді оның барлығы жаңа айтқандай кез келген адамның жанында табыла бермейді. Мен осы орайда айтқым келеді, біздің облыстағы жалпы осы
Дүние жүзіндегі барлық волонтерлар еңбектері есепсіз, олар өздерінің уақытын тегін арнап жүрген батыр жүректің иелері. Жалпы еріктілер ұйымдарының осыған дейінгі жұмыстарын көріп, біліп, немесе естіп жүрміз. Ал осы еріктілікті қазіргі деңгейінен де жоғары шығару үшін қандай қадам жасауға болады деп ойлайсыз? Өте жақсы сұрақ деп есептеймін, себебі бізде қазір волонтерлік жаңа айтып өткенімдей тек ең бастапқыда қайырымдылықпен шектелген болса, кейін осы медицина бағыты бірге қосылып, одан кейін адамдар жоғалғанда халық бірлесе жүріп, төтенше жағдайлар саласында волонтерлар тобы құрылған болатын. Біртіндеп келе оларға арнайы көліктермен жеткізу үшін автоволонтерлар қосылды қатарымызға. Кейін білім саласындағы шалғай ауылдардағы мектеп оқушыларына арнайы білім сабақ береміз деген ниетте біздің білім бағытында волонтерларымыз да шыққан болатын. Сонымен қатар спорт саласында волонтерларымыз бар, жаңа салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында тегін тренингтер ұйымдастырған арнайы топтар да болған болатын. Оның барлығы енді осы волонтерліктің 16 бағытының ішіне кіретін болса, қазіргі таңда енді президентіміз жариялағандай біздің 2026 жыл халықаралық волонтерлар жылы есебінде бұйырса жоспарланып жатыр. Осы орайда біздер Атырау өңірінде халықаралық деңгейде жұмыс жасай алатын волонтерларды оқытуымыз керек, олардың санын көбейтуіміз керек. Ол тек қана волонтер болып бір арнайы бір жерде қайырымдылық істе сондай кезде өз білімін қолдансын деген ниетте емес. Болашақта өңірімізде үлкен форумдар өткен жағдайда біз осы жастардың сол жұмыстарды біздің сенімімізбен атқарып шығатындай деңгейде даярлауымыз керек деп есептеймін. Сондықтан оны мектеп жасынан бастап та колледж қабырғасында жүрген студенттерге де халықаралық деңгейдегі білім беретін ұйымдарында өздерінің болашақта жалпы мектеп жасынан бастап колледж қабырғасына жоғары оқу орындарында да волонтерлікті насихаттап, оларға халықаралық деңгейдегі білімді қосымша қосу қажет деп есептеймін. Себебі шетелге шыққанда да біздерде волонтерлардың өздерінен ұсыным хат деп айтады ғой, арнайы осы волонтерлік топта болды ма екен деген ұсыным хатты сұратады. Оның өзі оқуға түскен кезде оларға оқуларына әсер етеді, үлкен әсер етеді. Сонымен қатар мына жеңілдіктер қарастырылған волонтер болған адамдар, себебі қоғамда олар ерте сіңісіп кете алады, тез сіңісіп кете алады. Ақбөбек ханым, уақыт тауып келгеніңізге көп рахмет. Сізге шығармашылық табыстар, үлкен жетістіктер тілейміз. Биік белестерден көре берейік. Құрметті әріптестер, бүгінгі шақыртуларыңызға үлкен рахмет. Жалпы Атырау өңірінде тек қана жастар емес, сонымен қатар ассамблея саласында да біздің волонтерларымыз, өзге ұлт өкілдерінен құралған волонтерларымыз үлкен жұмыстарды атқарып келеді. Олардың барлығын қазір осы видеода сыйғызу мүмкін емес, себебі еңбектері ұшан теңіз. Өзге ұлт болса да қазақ еліне бір қатар жұмыстарын атқарып жүрген осы ассамблея жастарының ішінде де волонтерларымыздың құрамы күннен күнге артып келеді. Сондықтан барлық волонтерларды халықаралық волонтерлар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңізге толағай табыс, қызмет жолында тек қана абырой биігінен түспеңіздер дегім келеді. Құрметті көрермен, біздің ассамблея подкастымызды қолдап, лүпіл басып кетіңіздер.